Серпімсіз соқтығыса бір мысал. Массасы 9,8 ағаш білеушеге, массасы 200 грамм, оқ V1 400 метр секунд жылдамдықпен келіп қадалады. Осы жағдайдан кейін екеуі белі бір ортақ жылдамдықпен қозғалып келе жатыр. Сұрақ, осы жылдамдықты және жоғалған энергияны анықтау керек. Енді ең бірінші импульстің сақталу заңын жазайық. Импульс сақталу заңы векторлық түрде жазайық. M1 V1 вектор қосылған M2 V2 вектор тең ортақ масса M1 M2 көбейтілген U вектор. Енді орнына қояйық. M1 бізде қанша? 200 грамм. Біз оны килограммға аударуымыз керек. Ол болады 10,2 көбейтілген. V1 10 бағытта болғаннан кейін плюс деп ала береміз. Енді ағаш білеушінің жылдамдығы 0 болғандықтан импульсі де 0-ге тең. Енді ортақ массасы 0,2 қосы 9,8 көбейтілген U. Ол бізде не қанша? 0,2 көбейтілген 480 болады. Тең 10 U. U на жерде бізде тең болады 8 метр секунд. Бұл дегеніміз ортақ жылдамдық 8 метр секунд. Енді келесі жоғалған энергияны табайық. Жоғалған энергия табу үшін жоғалған энергияны қосып біз энергия сақталу заңын жазайық. 1/2 M1 V1 квадрат қосылған 1/2 M2 V2 квадрат тең 1/2 M1 қосылған M2 U квадрат қосылған жоғалған энергия дедік. Енді сандарды орнына қояйық. 1/2 масса 0,2 400 квадрат. Екінші дененің кинетик энергиясы 0-ге тең. 1/2 ортақ масса біз 10-ға тең. Жылдамдық 8 квадрат қосылған Q жоғалған. Енді мына бізде не болады? 2 көбейтілген қысқа 0,1 400 квадраты бізде 160 мың болады. Мына жерде бізде не болады? 5 көбейтілген 64 қосылған Q. Мына жерде 16 мың болады. Мына жерде 5 көбейтілген 64 320 плюс Q. Мына жерде Q неге тең онда? 16 мың минус 320. Бұл тең болады 15 мың 680 джоуль. Онда осы соқтығысу кезінде 15 мың 680 джоуль жоғалады.